Амансыңдар ма балалар, қалдарың қалай? Балалар, біз мынандай бір есеп қарастырайық. Ұзындығы ел салмақсыз жіпке ілінген математикалық маятник тұрақты омега бұрыштық жылдамдықпен горизонталь бағытта шеңбер бойымен қозғалады. Маятниктік бағыттан қандай альфа бұрышқа ауытқиды? Белгілерін балалар жазып қойдым. Жіптің ұзындығы және бұрыштық жылдамдық берілген екен. Біз мынадағы альфа бұрышты анықтауымыз қажет. Енді балалар, сұлбаны салып қойдым. Бұл жерде ой үргесіне төмен қарата әсер ететін ауырлық күші және жіптің керілу күші ТY. Y үргесіндегі құраушысы. Енді ой күшесіне балар. Жіптің керілу күшін құраушысы TX және осы екі күш бірігіп центрге тартқыш жүдеу береді. Сұлбаны егер біз дұрыстап отырып салып, күштердің бәрін дұрыстап отырып сызық қоятын болсақ, сонда есебіміз шыққанға өте жеңіл болады. Енді балар, бірінші және мен айттым, Ньютонның біріншіден деп жазып қойдық. Ньютонның бірінші заңы бойынша жіптің керілу күші мен ауырлық күші центрге тартқыш жүдеу беріп тұр. Енді ой үргесімен жұмыс істейік балар. Ой үргесімен жұмыс істейік. Ой үргесімен, яғни TY проекциясын анықтап жатырмыз балар, күштерін. TY минус mg тең 0. Бұл екінші теңдеу. Осыдан TY тауып алайық. Y тең болады mg. Бұл үшінші теңдеу. Балар, TY-ді қараңдаршы балар. Міне, бұрышқа іргелес жатқан катеттің гипотенузаға қатынасы косинус альфаны береді. Яғни TY-тің Т-ға қатынасы косинус альфа. Осыны жазайық балар. TY-тің Т-ға қатынасы косинус альфа. Бұл төртінші теңдеу болсын. Осы жерден TY тауып алайық. TY тең болады Т косинус альфа. Бұл бесінші теңдеу. Балалар, 3 пен 5-тің теңдіктің сол жағы тең, яғни оң жағы тең, яғни теңестіріп жазуымызға болады. Т косинус альфа тең болады mg. Бұл 6-шы теңдеу. Y пен жұмыс істеп болдық. Енді ой күшесімен балар. Ой күшесінде міне TX балар. TX тең ма центрге тартқыш жүдеу береді. Ой күшесімен бірден жазып қояйық. Ой күшесі. TX тең болады ма центрге тартқыш жүдеу береді. Енді TX-ті анықтап алайық. Яғни жіптің керілу күші күшесіндегі жіптің керілу күшінің проекциясы. TX-тің Т-ға қатынасы синус альфаны береді. Бұрышқа, мынаны көшірмесін мынанда алып, бұрышқа қарсы шыққан катеттің гипотенузаға қатынасы синус альфа, немесе TX-тің Т-ға қатынасы синус альфа. TX-тің Т-ға қатынасы тең синус альфа. Осыдан бұл 8 болсын, TX тауып алайық балар. TX тең болады Т синус альфа. Бұл 9-шы теңдеу болсын. Бұлар мынардағы альфаға тең ғой, міне сонда дәл шығып тұр. Енді бұл жерде балар, міне астына дәл сәйкес келіп қапты. 7 мен 9 теңестіріп жіберейік. Бір көрсетіп қояйын, міне қызылмен теңдіктің сол жағы тең болса, оң жағы да тең болады. Бұны енді өте жақсы білеміз өзіміз. Осыдан Т синус альфа тең болады ма центрге тартқыш жүдеу. Бұл біздің мынау 9-шы теңдеу, мынау 10-шы теңдеу болсын балар. Енді балар, 10-ды 6-ға бөлейік. Сықпай жазып қойық. Сонымен Т синус альфа бөлінген Т косинус альфа ма центрге тартқыш жүдеуді mg-ға бөлеміз. Бұл біздің 11-ші теңдеу. Балар, бұны бекер бөлген жоқ екенбіз. Жіптің керілу күші жоқ, математикалық маятниктің массасы жоқ, бәрінен құтылдық. Сонда екі белгісінен құтылдық. Осы 10-ды 6-ға бөлген арқасында синус альфаның косинус альфаға қатынасы центрге тартқыш жүдеуді g-ға бөлгенге тең екен. Енді центрге тартқыш жүдеуді білеміз ғой балар. Центрге тартқыш жүдеу бізге бұрыштық жылдамдық бар, сол арқылы жазамыз. Енді омега квадрат көбейтілген r. Бұл жерде 13. Енді балар, бізде сонда мына радиус бұрылу
чембер бойымен қозғалыс жасап тұр ғой, соңғы кезде радиус жоқ екен. Енді радиусты бұлар СО ерге тең деп жазуға болады мынарда 14, ал атысы елге тең деп жазуға болады 15. Сонымен ердің елге қатынасы, ердің міне СО-ның атысыға қатынасы синус альфаны береді. Синус альфа бұл 16. Соны ерді таба салайық болады. Ер тең болады ел синус альфа бұл 17. Яғни болды 17-ні 13-ке қоямыз. Сонымен центрге тарқышы дейміз. Омега квадрат ел синус альфа болды. Бұл біздің 18 болсын балар. Енді 18-ді 12 қоямыз. 18-ді 12-ге қоямыз. Белгілеген бір өте жақсы осы балар. Синус альфа бөлінген косинус альфа тең болады омега квадрат ел синус альфа бөлінген ж. Синус альфа мен синус альфа қысқарады. Бұл біздің 19. Енді осыдан косинус альфаны таба салайық балар. Косинус альфа крест на кресте ж омега квадрат ел бұл 20. Альфа тең болады арк косинус ж омега квадрат ел болды. Бұл 21 теңдеу. Сонымен балар бізге есептің шартында математикалық маятың ұзындығы бар, одан кейін бұрыштық жылдамдығы бар, горизонталь бойында чембер бойымен қозғалған кездегі бізге тік бағытта қандай бұрышқа ауытқиды деген есеп сұрақ беріпті. Осы сұраққа біз жауап бердік. Осымен сабағымыз аяқталды. Қош сау болыңдар балалар.